Сәлем достар, бүгін 25 қазан күні болатын күннің тұтылуы туралы айтқым келіп отыр. Яғни бізде жылына 2 рет күннің тұтылуы және айдың тұтылуы болады. Осы айда бізде 25 қазан күні Астана уақыты бойынша сағат 17:00-де күндіз болады, яғни күннің тұтылуы болады. Сарышаян знагының 2 градусында болады. Яғни бұл бізде 25 күні күннің тұтылуы болса, 8 қараша күні бізде айдың тұтылуы болады. Яғни бірінші күннің тұтылуы, одан кейін 2 аптадан кейін айдың тұтылуы болады. Яғни осы 2 апта уақыттың 25-нен 8 ноябрьге дейінгі 2 апта уақытты бізде көбінесе астрологияда коридор затмения деп жатады. Енді бұл күннің тұтылуында барлығымыз білеміз, күннің тұтылуы не екенін, яғни білмейтіндер болса айтып өтейін. Бұл жаңағыдай айымыз бар ғой, біздің ай планетамыз, соның екі жағында 2 нүктесі болады. Оны жаңағы лунные узлы деп айтамыз, 2 нүкте болады. Осы нүктеге жақындаған кезде күн планетасы жаңағы күннің тұтылуы болады. Яғни күн планетасы мен жер планетасының ортасынан ай өтеді. Яғни ай жаңағы күннің жарық күнімізді яғни жабады, келіп өткен кезде жабады. Сол кезде жаңағы күннің тұтылуы болады. Яғни бұл күннің тұтылуы көбінесе қай жақтарда көрінеді. Бұл Европа елдерінде көп бөлігінде және Украинада, Азияның солтүстік жағында жаңағы, одан кейін жаңағы Африка мемлекетінің солтүстік шығыс жағы, осы жақтарға күннің тұтылуы көрінеді. Енді бұл күннің тұтылуы кезінде тағы да бір мощный планеталардың бірі, бұл Венера планетамыз қатысады. Осы күннің тұтылуы кезінде тура жанында тұрады, 1 градуста тұрады барлығы күн, ай, жаңағы Венера планетасы. Және де бұл кезде Меркурий да жақын тұрады, яғни былайша айтқанда қатысады деп айтсақ та болады. Яғни бұл затменияның мощный болу себебінің бірі көптеген планеталар топтасып стелиум болады. Яғни планеталардың топтасуын стелиум деп айтамыз. Ол жерде 2 планета ғана емес, жаңағы 3-тен жоғары планеталар болса стелиум болады. И осы стелиум болғаннан кейін бұл жерде әр планета өзінің жаңағыдай мощный күшін көрсетеді. Енді бұл затмения бізде жаңағы южный узелда болады. Енді южный узел дегеніміз бізде бұл өткен нәрселер, адам өміріндегі жаңағы бұрыннан келе жатқан, артында жаңағыдай сыздықтап, созылып дейді ғой, сондай келе жатқан бір проблемалар, жағдайлар, прошлыйдан келе жатқан нәрселер десек болады. Бұл затмения бізде жаңағы скорпион телец осында болады. Телец дегеніміз бізде ол көбінесе адамның осы ұстай алатын, көзге көрінетін, жер бетіндегі мысалы материалдық жағдайы, материальный ресурстары, телец соған жауап береді. Адамның жаңағы финансовый положениясы, жаңағыдай ресурстары бар, қандай, көзге көрінетін, жаңағы ұстай алатын, жұмсайтын деген сияқты, ақша деген сияқты. Сондай ресурстарды білдірсе, скорпион ондай емес. Скорпион өте эмоциональный. Ол деген жаңағы ішкі жаққа бағытталған, яғни адамның ішкі состояниясы деп айтсақ болады. Негізі затмениялар бізде жаңағыдай бір өте глобальный нәрселерді сыртқа шығарады. Сондай нәрселерді көре бастайды адам, осознавать ете бастайды, түсіне бастайды. Затмениялар кезінде всегда бір өте глобальный нәрселер болады, яғни сондай нәрселерді бастайсыз, соған қарай қадам басасыз. Немесе затмениялар кезінде көбінесе айтып жатамыз, жаңағы қатты важный решениялар жасамау керек, яғни өздеріңіздің өміріңізге жаңағы әсері тиетін, бір сондай бір маңызды шешімдер жасауға болмайды. Өйткені мына затмения кезіндегі қабылданған решенияларды сіздер кейін өзгерте алмайсыздар, өте қиын болып кетеді.
Сондықтан осы затмение кезінде бұрын пландап қойған шаруаларыңыз болса, бұрын пландап қойған бір мақсаттарыңыз болса, әрине оларды шеше беруге болады. Бірақ та мынау именно жаңа бір бағытқа, жаңа бір шешім қабылдамау керек. Осы затменияларды күтіп, жаңағы коридорды өткізіп, 8-ші жаңағы қарашадан кейін барып, жаңағыдай бір шешімдер қабылдау керек. Өйткені неге десеңіздер, бұл затмение кезінде жаңағыдай бір жұлдыздардың бір парад дейміз ғой, сондай бір парад болады. Яғни бір шаң болады, шаң көтеріледі деп айтсақ болады. Шаң көтеріледі, жаңағы көзі тұтылады адамның, яғни көп нәрсені көрмей қалады, маңызды бір нәрселер көрмей қалып, затмение өткеніне айту мүмкін. Мен қалайша жаңағыдай мынандай шешім қабылдадым деген сияқты, мысалы, мен негізі бұндай шешім қабылдамауым керек, мен емес шығар істеген мынаны дегенде адам өз-өзіне жаңағыдай таң қалуы мүмкін. Сондықтан осы затмение кезінде адамның көзін шаң басады, көзі тұтылады, жаңағыдай ештеңкені көрмей қалуы мүмкін. Ештеңкені демеймін, енді маңызды нәрсені көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан көбінесе адам жаңағыдай дұрыс емес, қате шешім қабылдап қою әбден мүмкін. Сондықтан важный решениялар, жаңағыдай өзіңіздің өміріңізге қатысты бір нәрселер шешпеңіздер. Енді осы жалпы скорпион знагы жайында айтып кетейін. Скорпион знагы бұл көбінесе жаңағы өте скрытный дейді, құпия, жаңағыдай өте бір бәрін ішіне қарай, өзін ішіне салып алып жүретін дейді, жаңағы ішке қарай направлять ететін знактардың бірі. Енді бұл затменияда жаңағыдай анандай болады ғой, бір адамның өзі бұрыннан келе жатқан, өзі мойындамай жүрген жаңағыдай бір қасиеттері, минустары, немесе бір проблемалары, жаңағы өзі көзін жұмып келген осы күнге дейін проблемалар болады, жаңағыдай ешкімге айтпай демейді, өзі бір байқамай жүрген, әдейі байқамай жүрген бір проблемалар болады, немесе қашып жүрген. Вот сондай проблемалардың барлығы судың бетіне шығады. Яғни бұл затмение бізде су стихиясында болады ғой, скорпион бұл бізде су стихиясы, яғни судың энергетикасы. Бұл өте бір сондай скрытный нәрселер судың бетіне шығады. Яғни осы кезде сіздер жасағыңыз келсе де, келмесе де, сол нәрселерді судың бетіне шығарып сіздерге өмір көрсетеді сіздерге. Яғни бұны көрмеу, байқамау мүмкін болмайды. Сондықтан сіздер вынуждены жаңағыдай бір қандай да бір қадамдарға барасыздар, яғни өзгертесіздер. Өзіңіздің ішкі состояниеңіз болсын, ішкі жан дүниеңіз жаңағыдай, немесе бір ішіңіздегі бір жаңағыдай осы уақытқа дейін бір адамға, мысалы, ыза, кек ұстап келсеңіз, өкпе, ренішіңіз болса, басқа адамдарға, мейлі ол жаңағы ата-анаңызға болсын, мейлі ол бір досыңызға болсын, мейлі бала-шағаңызға, балаңызға, досыңызға, жаңағы білмеймін, ағаңызға, қандай да бір жақын адамдарыңызға, немесе танитын адамдарыңызға бір сондай ішкі осындай бір дұрыс емес состоянияларыңыз болса, осындай нәрселердің бәрінен арыласыздар. Яғни өзіңізге дұрыс шешім жасайсыздар. Затмениядан кейін затмение кезінде жаңағыдай энергетика мощный болады. Сондықтан скорпион бізде жаңағыдай эмоциональный знак болғандықтан, осы именно затмение сағат 5-те болады ғой бізде Астана уақыты бойынша. Осы кезде 2 сағатқа дейін, 2 сағатқа кейін, мысалы 3-тен бастап 7-ге дейін сағат адамның бір энергетикасы нестабильный болады, жаңағыдай эмоциясы да нестабильный болады. Сондықтан осындай кезде көбінесе медитация жасап, жаңағы өз-өзіңізді тыныштандырып, өзіңізге ұнайтын бір әуен тыңдап, өзіңізге ұнайтын бір видеороликтар көріп дегендей солай өткізсеңіз болады. Өте спокойный состоянияда өткізіңіздер. Өйткені бұндай сәтте жаңағы біреумен ұрсып қалу, тістесіп қалу, жаңағыдай ренжісіп қалу деген эмоциялар болып қалуы мүмкін. Сондықтан өте тыныштықта жаңағыдай өздеріңіз ойланып дегендей осындай бір состоянияда өткізіңіздер.
Және бұл затменияда жаңа айтып жаттым ғой, сөз аралап кеттім. Бұл затменияда скорпион знагы болғандықтан сол бұрыннан келе жатқан нерешенный бір жұмыстарыңыз, мәселелеріңіз болса, соның бәрі шешіледі. Мысалы, бұрыннан бір адамға қарыз болсаңыз, немесе бұрыннан бір адам сізге қарыз болса, немесе қандай да бір бұрыннан бері финансовый бір жағдайыңыз шешілмей келе жатса, осындай жағдайлар мынау сіздің бір тетігіңізге қалай айтсам болады, бір жыныңызға тиіп тұрған, нервіңізға тиіп тұрған десек те болады, бірақ өзіңіз соған көз жұмып жүрген, сондай бір нәрселердің барлығын сіздер көз жұмбай, көзіңізді ашып, сол проблемаға тура қарап, сол проблеманы шешетін боласыз. Егер сіз шешпейтін болсаңыз, онда сіз үшін шешеді, яғни сол үшін өзіңіз жасайтын шешімдерді жіберіп алмаңыз, яғни өзіңіз жасайтын шешімді міндетті түрде ойланып, толғанып, мың ойланып, жаңағы бір шешімді өзіңіз жасаңыз. Көбінесе айтып жатады, бізде бұл скорпион знагы көбінесе өлімді білдіреді деп айтады, смерть дейді. Яғни бұл скорпион знагы, жаңағы телец знагы жизнь болса, өмір болса, ал скорпион знагы всегда өлім дейді. Бұл енді прямой, жаңағыдай тура айтылған мағынада емес, конечно, бұл деген жаңағыдай адам жаңадан бір өліп бір тірілдім дегендей сөздер бар ғой, мысалы бір өліп бір тірілдім дегендей бір нәрсе, адам сондай бір этаптан өтеді, именно психологически, эмоциональный состояниеда сондай знактан өтеді. Енді бізде бұл скорпион знагының басқаратын бұл Плутон, Плутон деген өте сондай мощный планета, ол Плутон бізден всегда любой нәрсені өз қолыңызға алып, өз өміріңізге деген жаңағы жауапкершілікті алу деген сөз, Плутон. Яғни Плутон ол біреуге жаңағыдай жауапкершілікті беріп қоятын жаңағы планета емес, всегда адамнан соны требовать етеді. Барлық нәрсені жаңағы өз қолыңа алып, өзің шеш дегенде. Егер сіз өзіңіздің натальный картаңызбен танысқан болсаңыз, яғни білетін болсаңыз, қай планеталар қай жерде тұратынын, интернетқа кіріп, өзіңіздің туған күніңізді, айыңызды, жылыңызды, туған жеріңізді, уақытыңызды бәрін жазып, өзіңіздің натальный картаңызды қараған болсаңыз, онда сіздерде қандай да бір планета любой знактың бірінші және 5-ші градусында тұрған болса, бірінші, екінші, үшінші, немесе төртінші, 5-ші градусында қандай да бір 9 планетаның ішінде любой бір планета осы градуста тұратын болса, және ол қай домда тұрғанына қарайсыздар. Яғни сол дом бойынша, сол домның сферасы бойынша сіздерде өте мықты бір өзгерістер болады, Немесе туған күндеріңіз 23 мен 27 қазан аралығында болса, де бұл затмения қатты әсер етуі мүмкін. Жаңа сіздердің осы затмениядан басталатын трансформацияларыңызға өте бір мощный трансформация болуы мүмкін, сіздерде. Осы затмения кезінде көбінесе жаңағыдай бір сатып алу, сондай бір мысалы үй сатып алу, үй сату деген сияқты, немесе бір келісім шарттарға қол қою, осындай жұмыстардан өте абай болу керек екен, кредит алу, жаңағыдай қарыз алу біреуден, қарыз беруге болады, міндетті түрде біреудің, сіз егер біреуге қарыз болсаңыз, наоборот беріңіз, қарызыңызды. Бірақ біреуден қарыз алу, жаңағыдай үй алу, машина алу деген сияқты бір қатты шешімдер жасамағандарыңыз дұрыс. Енді қорытындылай келе, осы затменияның күші өте мощный болады. Жаңағыдай бұл затмения басталуы, бір нәрсені бастау, одан кейін жаңағыдай лунный затмения болады 8 күні. Ол жақта бір завершенияға, кульминацияға келеді, яғни сіз осы затменияда жаңағыдай полный бір трансформациядан өтіп, бұл затмениялардың негізі күші 3 айға дейін сақталады, яғни сіз осы 3 айдың ішінде кәдімгідей бір өзгерістерден өтуіңіз мүмкін. Сондықтан именно қатты күші осы затмения 25 мен 8 аралығында, сіздер қатты жаңағыдай бір очищениядан өтесіздер, тазаланасыздар, ішкі состоянияларыңыз, ішкі эмоцияларыңыз түгел барлығы тазаланатын болады,
Енді бұл 8-і күні жаңағы өзінің шарықтау шегіне жетіп, жаңағыдай бір қорытынды жасайсыздар. Жаңағы ренжіткен адамдарыңыз, бағана айтып өттім, ренжіткен адамдарыңыз кешіріңіздер, біреуді ренжітсеңіздер кешірім сұраңыздар. Жаңағыдай осы именно 25 күні медитация жасаңыздар, өздеріңіздің жаңағы неғұрлым спокойный состоянияда өткізіңіздер. Әрқайсыңызға осы затмене тек жақсылық алып келсін, әрқайсыңыз өздеріңіз үшін жақсы жағына қарай өзгеріңіздер. Сондықтан затменияны барлығымыз бірге тек жақсы жағынан қарсы алайық.